Достар сәлем, сіздермен бірге мен Гүлсара Төлепбергенқызы. Бүгін біз сіздермен бизнес бастау 400 МРП гранты туралы әңгімелесетін боламыз. 2026 жылы бұл гранттың суммасы 1.730.000 теңге. Суммасы әр жылда өзгеріп отырады. И осы грантқа кімдер қатыса алады, сол туралы толығырақ айта кетейін. Және де бұл гранттың өзінің арнайы талаптары бар. Грант ұтқаннан кейін де қойылатын талаптары. Сол талаптар туралы да осы видеода толығырақ айта кетемін. Сол үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Менің каналыма подписка жасап қойыңыздар, және де видеоға лайк басып, комментарий жасаңыздар, тіптен қуанышты боламын. Жалпы грант деген не, сол туралы айта кетейік. Грант дегеніміз бізде ол қайтарымсыз ақша. Көбісі қайтарымсыз кредит деп айтып жатады, но кредиттер ешқашан бізде қайтарымсыз болмайды, достар. Бізде қайтарымсыз болады тек қана грант және субсидиялар. Енді бұл сабақ сіздермен бізде осы грант туралы болады. Бизнес бастау гранты, достар, бізде жұмыссыз адамдарға беріледі. Немесе жұмыссыз болғанда да мүмкін ИПСі бар кісілер, бизнес жасап жүрген ИПСі бар кісілерге де беріледі, бірақ ИПСінің ашылғанына 1 жылдан аспаған болу керек. Бұрынғы талаптар бойынша бізде 3 жылдан аспаған ИПі болу керек болатын, ал қазір 2026-тан бастап бұл талап өзгерді. Енді 1 жылдан аспаған ИПіңіз болатын болса, официальный жұмыс орныңыз болмаса, онда сіз осы бастау грантына қатыса аласыз. Яғни, назар аударыңыздар, официальный жұмыс орны болмау керек. ИПіңіз жоқ болса да, сіз бұл грантқа қатыса аласыз, егер официальный жұмыссыз болсаңыз. Яғни, сіз бір жерде жұмыста тіркеліп тұрмауыңыз керек, сіздің атыңызға пенсионный төлемдер жұмыс орнына түспей тұрған болу керек. Яғни, жұмыссыз адам осы грантқа қатысады. Түсінікті, бұл грантқа қатысудың алғашқы бірінші этап талабы. Жұмыссыз болуыңыз, немесе атыңызда ИПі болу керек. Осы екі категорияның біреуіне жататын болсаңыз, онда келесі бізде тағы да тексерісі бар. Соны айта кетейік. Екінші этап тексеріс, ол бізде сіздің осал топ категорияға жатуыңыз. Осал топ категориясы дегендер кімдер? Ол көп балалы отбасылар, либо әйелі қатысса болады, немесе күйеуі қатысса болады. Екеуі бірден қатысуына болады грантқа, екеуі де, если оларда осал топ категориясының екі түрі болатын болса. Мысалы, бір семьяда болады, көп балалы и плюс мүгедек баланы асырап отыруы мүмкін. Немесе көп балалы и плюс жұбайының біреуі инвалидность бар болуы мүмкін. Ондай жағдайда жұбайы, мысалы, инвалидность бар болса, сол өзі инвалидность бойынша қатысады, ал екінші жұбайы, оның жары, ол көп балалы статусымен қатысады. Түсінікті, яғни екінші талап осы грантқа қатысуға. Сіз либо көп балалы болуыңыз керек, либо мүгедектік бар болу керек. Жасқа қарамайды, мүмкін сіз 60-та сіз мүгедектік бар, қатыса бересіз грантқа. Алғашқы этаптағы проверкадан өтсеңіз, ИПіңіз бар болса, немесе жұмыссыз ретінде тіркеле қойып, одан кейін мүгедек баланы асыраушы отбасылар осы грантқа қатыса алады, АСП алушылар қатыса алады. Одан кейін асыраушыдан айырылған отбасының мүшесі қатыса алады осы грантқа. Мүмкін әйелі қайтыс болып кетті, немесе күйеуі қайтыс болып кетті, соның жары осы грантқа асыраушыдан айырылған ретінде қатысуға мүмкіндігі бар. Одан кейін бізде оралмандар тоже қатыса алады. Жалпы міне осы екі түрлі этап бар бұл бизнес бастау грантына проверкада. Біріншісі сіздің жұмыспен қамтылғаныңызды тексеру, ИПінің бар жоғы, немесе жұмыссыздыққа тіркелсе, осы этаптан өткеннен кейін уже сіздің әлеуметтік осал топ категорияңыз тексеріледі. Жаңағы айта кеткендер. Ал осы категорияға барлығына жататыныңыз анықтап алғаннан кейін сіз бизнес бастау сайтына кіріп, регистрация жасап, ары қарай осы бизнес бастау грантының арнайы курстарын өтуіңіз керек болады. Ол курсты өткеннен кейін сізге примерно 12-13 модульді тест шығады. Әр тесттің ішінде 20-25 сұрақтан, сол сұрақтарға жауап беріп, сол 13 модульді тесттарды өткеннен кейін сізге бастау грантының сертификаты беріледі. Бұл сертификат, қателеспесем, 3 жылға жарамды. 3 или 5 жылға жарамды. Сол сертификатты алғаннан кейін, сол бір сертификатпен сіз осы грантты ұтқанға дейін қайта осы грантқа бизнес планыңызды ұсынып қатыса беру мүмкіндігіңіз бар. Бұл сертификат не нәрсенің дәлелі, соны айта кетейік. Бұл сертификат сіздің осы бизнес бастауға деген кәсіпкерлік курсты өткеніңізді растайды. Яғни сол бизнес бастаудың жаңағы курсын оқыған кезде сол жақта сұрақтар болады. Маркетинг бойынша болады, бизнесті жүргізу, ауыл шаруашылығының тоже осы жақта бір сұрақтары бар, сабақтары бар. Сол бойынша жалпы бизнесті жүргізу бойынша сабақ курс өтесіздер и ары қарай соның тестін тапсырып сертификатты аласыздар. Сертификатты алғаннан кейін екінші этап проверка тағы да кетеді базадан. Яғни сіз бірінші өзіңіз анықтап аласыз ғой,
осы грантқа қатысатын кезде мен осы категорияға жатамын ба, екі этаптың категориясына жатқаннан кейін уже сіз уже базадан да өзіңізді тексере бастайсыз. Бірінші этап тексересіз, ол жақта сіздің жұмыссыздығыңыз немесе жаңағы ИПіңіздің бар болуын тексереді да, содан кейін барып сізге доступ береді осы курсқа қатысып сертификат алуға. Сертификатты алғаннан кейін грантқа өтінім қабылдау ашылады сайттан. Сол кезде сіз уже бизнес планыңызды дайындап қойып, тағы да екінші этап проверкадан өтіп жібересіз. Екінші этап проверкада сіздің сол опять же жаңағы көп балаға жатасыз ба, жаңағы осал топ категорияңыз тексеріледі и тағы да жұмысыңыз бойынша ақпараттар толық тексеріледі. Содан кейін барып грантқа қатысуға мүмкіндігіңіз бар деген сізге сообщение шығады, сообщение келеді тіпті телефонға 4-4-тен. Сосын сіз сол бизнес планыңызды тіркеп сайтқа жібере қоясыз. Бизнес план тіркеп жібергеннен кейін ары қарай не болады? Осы конкурстың уақыты аяқталады, определенный уақыт береді. 1 апта, 10 күн осы грантқа қатысуға заявка берудің мүмкіндігін, сайт ашық болады, портал. Содан кейін портал жабылады и сіздерді осы грантқа өтінім тапсырған кісілердің барлығын комиссия мүшелері шақыра бастайды. Грантты қорғауға барған кезде сіздің алдыңызда примерно 7-8 комиссия отырады. Соның ішінде психолог та болады, маркетолог та болады, бизнесмендер болады, госучреждение адамдары болады, бухгалтер болуы мүмкін. Жалпы сіз сол кісілердің алдында тұрып, осы бизнес планыңызды қорғайсыз. Олар сіздің бизнес планыңыздың дұрыс жазылғандығының, расчеттарын дұрыстығын қарайды. Яғни біз бизнес план жазған кезімізде ол жақта толықтай расчеттар жасаймыз, соның барлығын есептейді және сізді прям 1-2 сағат бойы қинамайды сұрақтармен. Сізге бір 2-3 минут қана уақыт бөлуі мүмкін. Сол 2-3 минуттың ішінде сіздің бизнес идеяңыз ол кісілерге ұнайтын болса, бизнес планыңыздың әдемі кәсіби түрде жазылғандығына қарайтын, сол ұнататын болса, ары қарай сізге грантты ұтуға мүмкіндік береді. Бұл гранттан біз уже бірнеше рет қатыстық. Осы грантқа бірақ Аллаға шүкір ешқандай да бір таныспен, тамырмен ұту деген нәрсе болған жоқ. Барлығы әділ түрде өтті. Ешқандай таныссыз-ақ біз сол бизнес планымызды кәсіби түрде регламент бойынша жазу арқылы осы грантты ұттық. Ең бастысы сіздің сол өзіңіздің бизнес идеяңызды нақты жақсы біліп тұруыңыз керек қой ол жерде. Мысалы, мынандай кісілер болады, маған кез келген бір идеямен бизнес план жазып бере салшы деп. Ол болмайды. Бір кісінің қолынан тігін келуі мүмкін, біреуінің қолынан тігін келмеуі мүмкін. Бірақ тігін саласы бойынша осы грантқа барып қатыса салады. И қорғайтын кезде ештеңе білмейді. Оверлок деген не екенін білмейді. Мысалы, айтып жатырмын. И сосын сондай сұрақтар комиссиямен келіп қалғанда, ол оған жауап бере алмай қалса, онда комиссия мүшесі сағаттан сразу минус қойып, бұл кісіні грантқа өткізбей қояды. Сол себептен бизнес план, бизнес идея тауып бизнес план құратын кездеріңізде міндетті түрде өзіңіздің қолыңыздан келетін іс бойынша ғана грантқа қатысыңыздар.